Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қаныққан біратынды спирттер. Сабақтың мақсаты оқушыларға қаныққан біратын спирттердің гомологтерін, құрылысы мен қасиеттерін, алыну жолдарын, функционалдық топ гидроксотоптың қызметін тереңірек түсіндіре отыра ой-өрісін, ғылыми дүниетанымын, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Сабақтың жоспары: қаныққан біратын спирттер, спирттердің жіктелуі, физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері, алыну жолдары және қолданылуы. Өткен сабақты қайталау. Үйге тапсырма сендерге ароматты көмірсутектер берілген. Енді бақылау сұрақтары. Бірінші, ароматты көмірсутектердің гомологтық қатарын ата. Екінші сұрақ, ароматты көмірсутектер дегеніміз не? Үшінші сұрақ, ароматты көмірсутектердің физикалық, химиялық қасиеттерін ата. Ароматты көмірсутектердің гомологтық қатарындағы көмірсутектерінің алыну жолдарын және қолданылуын ата. Ароматты көмірсутектердің гомологтық қатарындағы көмірсутектердің медицинадағы маңызы. Қызығушылықты ояту. Ертеде бір патшаның есігінің алдына лашын құсы дән тастап кетіпті. Патша сол дәнді алып, уәзірлеріне беріп кеткізеді. Дән өсімдік болып жай қалып шығады. Келесі жылы одан да әдемі болып өседі. 3-4 жылдан кейін өсімдік жеміс береді. Елдің бәрі таң қалады. Күзге таман әдемі мөлдір жемісті жеп көруге жүрексінеді. Содан соң патшаның әмірімен жемісті ыдысқа салып қояды. Біраз күннен кейін ыдыстағы жеміс көпіреді. Одан мөлдір сұйық пайда болады. Уәзірлер сұйықты алып патшаға көрсетеді. Патша сұйықты бір тұтқынға ішкізуді бұйырады. Тұтқын бір кесе ішеді, еш нәрсе болмайды. Екіншісін береді. Үшіншісін тұтқын өзі сұрап ішеді. Біраздан кейін ән салады, бей-жай күйге түседі. Ең соңында тұтқын патшаның тағын сұрап әлек салады. Шаршап, қалжырап, ұйықтап кетеді. Сонда бұл не болғаны, балалар? Я, дұрыс, жүзім ашып, спирт алынды. Яғни спирттер дегеніміз молекуласында бір немесе бірнеше сутек атомдары гидроксил тобына алмасқан көмірсутектердің туындылары. Спирттер құрамындағы гидроксил тобының санына байланысты біратын спирттер және көпатын спирттер болып екі топқа бөлінеді. Біратын спирттерге метил спирті және этил спирт жатады. Яғни OH тобы біреу. Көпатын спирттерге этилен гликол және глицерин жатады. Этилен гликолдың құрамында OH гидроксил тобы 2 болса, ал глицеринде OH гидроксил тобы 3. Сондықтан көпатын спирттер деп аталады. Гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек радикалына сәйкес спирттер қаныққан, қанықпаған, ароматты деп бөлінеді. Қаныққан спирттерге метил спирт, этил спирт жатады мысалға. Қанықпаған спиртке винил спирті, ароматты спирттерге бензил спирт жатады. Этил спиртінің құрылысы. Неге көріп отырсаңдар, С2, H5 және OH тобы гидроксил 1. Біратын спирттердің гомологтық қатары, спирттердің атауы, формуласы және қайнау температурасы беріліп тұр. Метил спирті немесе метанол деп аталады. Формуласы С3OH. Этил спирті немесе этанол С2H5OH. Пропил спирті пропанол 1 С3H7OH. Бутил спирті бутанол 1 С4H9OH. Амил спирті пентанол 1 С5H11OH. Гексил спирті гексанол 1 С6H13OH. Яғни С көміртекке 1-ден, сутекке H-ға 2-ден қосылып жатыр және OH тобы. Физикалық қасиеттері. Метанол түссіз сұйықтық, спиртке тән иісі бар зат. Қайнау температурасы 64,7 градус Цельсий. Метанол өте улы зат. Адам организмінде формальдегид пен құмырсқа қышқылына айналып, көздің торлы қабығын зақымдайды. Ал этанол түссіз, өзіне тән иісі бар.
78,3 градус Цельсийда қайнайтын сұйықтық жанғыш зат сумен шексіз араласады. Енді балалар, спирттердің суда еруі және химиялық қасиетін келесі видеодан көреміз. Молекулалық массасы төмен спирттер суда ерігіш келеді. Оның себебі гидроксил тобы мен су молекулалары түзетін сутектік байланыс. Спирттің судағы ерітіндісі бейтарап болады. Өйткені спирттер судан да әлсіз қышқылдар. Құрамында 5 не одан да көп көміртек атомдары болатын спирттер суда ерімейді. Барлық спирттер металдық натриймен әрекеттесіп, сәйкесінше натрий алкоголятын түзеді. Бұл реакция нәтижесінде сутек газы бөлінеді. Құрамында OH бар барлық қосылыстар, оның ішінде карбон қышқылдары мен суда натриймен әрекеттеседі. Сондықтан тәжірибе сусыздандырылған құрғақ спирттермен жасалуы қажет. Спиртті анықтаудың тағы бір жолы этерификация реакциясы болып табылады. Спиртке сірке қышқылы мен концентрлі күкірт қышқылын қосып, ерітіндіні қыздырғанда реакция нәтижесінде жағымды, жеміске тән иісі бойынша анықталатын күрделі эфир түзіледі. Енді балалар, спирттердің алыну жолдары. Этил спиртін әртүрлі жолдармен алады. Соның бірі глюкозадан ашытқы қатысында мына реакция бойынша алады. Міне реакциядан көріп отырсыздар, глюкозаны ашытамыз, сөз этил спирті және көмірқышқыл газ түзіледі екен. Қаныққан біратын спирттердің қолданылуы. Спирттер медицинада анатомиялық препараттарды консервілеу үшін қолданылады. Және этил спирті медицинада залалсыздандырғыш ретінде қолданылады. Спирттер медицинада дәрілік препараттарда еріткіш ретінде пайдаланылады. Парфюмериялық косметикалық заттарды жасауда кеңінен қолданылады. Тері өңдеу және бояуда кеңінен қолданылады. Красканың құрамында бар. Этил спирті алкогольді ішімдіктердің құрамына кіреді. Этил спиртінің адам ағзасына әсері. Этил спирті адам ағзасына есірткілік әсер етеді. Спирт миға әсер етіп, жүйке клеткаларын уландырады. Осыдан адамның ақыл ойы, сөйлеу, ойлау қабілеттері, қимыл үйлесімділігі бұзылады. Яғни спирт ішімдіктер өте зиян. Сабақты бекіту сұрақтары. Бірінші, қаныққан біратын спирттердің функционалдық тобы қандай? Екінші сұрақ, қаныққан біратын спирттерді көмірсутектердің туындылары ретінде қарастыруға бола ма? Үшінші сұрақ, тарихи және жүйелі номенклатура бойынша қаныққан біратын спирттерге атаулар қалай берілген? Төртінші сұрақ, қаныққан біратын спирттерге изомериялардың қандай түрлері тән? Және қаныққан біратын спирттердің физикалық, химиялық қасиеттері және қолданылуы. Сабақты қорытындылау. Бірінші, заттардың құрылымдық формуласын жазу. Яғни 4 формуланы жазамыз. Екінші, тікпе қиғашпа спирттерді табу. Үшіншісі, өзгерістерді шешу. Және спирттерді атап берген кестені толтыру. Рефлексия, кері байланыс, бес саусақ әдісі арқылы сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма, тақырыпты оқу, 18-19 есеп шығару және тест құрастыру. Сау болыңыздар балалар.